Сәлем достар, бүгін сіздерге сүзбелі пирогтың классикалық түрін ұсынамын. Өте оңай дайындалады, бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті ингредиенттердің тізімін астыңғы описаниеге де қалдырдым. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды қоямыз. Оның үстіне қопсытқышымызды саламыз. Массамыздың үстіне қант ұнтағын саламыз. Қант ұнтағын қантпен кәдімгі алмастырсаңыздар да болады. Жақсылап үшеуін араластырып аламыз. Енді бөлме температурасында тұрған сары майымызды ұнымызға қосып, жұмсақ етіп крошка жасаймыз. Крошка жасағаннан кейін жұмыртқамызға қаймағымызды араластырып, осы крошкамыздың үстіне құямыз. Қолымызбен жақсылап араластырып, илеп қамыр илейміз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, өте нәзік болып шығады. Міне қамырымыз созылмалы, эластичный. Осы қамырды салафанға салып, тоңазытқышқа 20-30 минутқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбемізді алып, оның үстіне қантымызды қосамыз. Қаймағымызды қосамыз. Қаймақ 10-20% кез келген түрі жарай береді. Және де жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқадан мен 3 штук қостым. Жақсылап блендерлейміз. Блендерленгенде бізде сондай сұйық масса шығады. Міне салмамыз дайын. Енді формамызға тоңазытқыштан алып қамырымызды жайып шығамыз. Осылай төменгі бөлігін жұқа етіп, шетіне бортиктерін шығарамыз. Шанышқының көмегімен тесіп қоямыз. Салмамызды құямыз. Осы уақытта пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Бортигіміздің шетін икемге келтіріп, классикалық чизкейгімізге қалауыңыз бойынша түрлі жидектерді қоссаңыз болады. Мысалы, мен құлпынайды қостым. Өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Пешіміз шамамен 170 градуста 40-50 минуттың көлемінде біздің пирогымыз пісіп шығуы керек. Пирогты толық суылғаннан кейін дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте жұмсақ, өте нәзік болып шықты. Барлығыңыз міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса достарыңызбен поделиться етуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Фариза Тілеулес.